жаңағы Жибрил қысқаннан кейін, сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи миғражда тағы да басқа нәрселерді, тозақтан, жәннаттан көріністерді көрсеткен, қабірдегі болып жатқан жағдайларды естірткен Аллах тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи. Соның нәтижесінде ол кісі айтты: Алладан ең қорқатындарың менмін деді. Миғраж оқиғасында Аллах тағала мені ең биіктегі періштелердің құзырына апарған кезде дейді, мен сол кезде Жибрилдің қалай қорқатынын көрдім дейді Алладан. Жибрил түк көтермейміз оның құдіреті, жаңағы берілген күш қуатының қасында, қанатымен сыпыра салады жердің бетін, қанатының ұшымен. Сол Жибрил қорыққан кезде дейді, тозып парша-паршасы шыққан көпшікке ұқсап кетті дейді көз алдында. Ойлаңыз, не нәрсе ол? Алладан қалтыраған Жибрил осы оқиғалармен өскен, ол сахабалар. Осы оқиғалармен тәрбиеленген, тілдері сынған, көздері сынған, жүріс-тұрыстері сынған. Ол Алладан басқа ешкімнен қорықпайды, бірақ сынған Алла үшін.